Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай 15 минутта дайын болатын песочный печенье дайындап үйренетін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған соң, үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Енді бөлек ыдыста ұнымызға разрыхлительді араластырып қосып, електен өткізіп, осылай миксермен араластырамыз сұйық массаға қосып. Бастапқы кезде миксермен араластырасыздар, одан кейін қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Ұнды керегінше қосыңыздар, бізде осындай жұмсақ қамыр шығу керек. Енді 5 минутқа қойып қоямыз қамырымызды. Міне біздің қамырымыз дайын достар. Мен оны 2 бөлікке бөлдім, өйткені 2 түрлі фигурада жасадым. Бір бөлігін алып, жайып аламыз. Алдымен ұзын етіп оқтаумен жайып аламыз. Осылай бөліктерге бөлесіздер де дөңгелек етіп, осылай печеньенің формасын келтіресіздер. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша басқа формаға келтіруге де болады. Бетіне осылай әртүрлі форма сызуға болады. Мен ең оңай форма сыздым вилкамен. Сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Енді бетіне қантқа батырып, формамызға салып аламыз. Екінші бөлігін мен осылай балалар қызығып жеу үшін әртүрлі осылай жануарлардың формасымен жасадым. Сіздер де өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Әртүрлі формада жасауға болады бұл рецептпен. Осылай жасасаңыздар, балалар қызығып жейді. Міне, барлығы дайын болды. Енді пешімізге 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Міне достар, біздің печеньелеріміз уже дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Расымен де бір жасағаннан ақ шығады. Жұмсақ песочный печенье болып шығады. Дәмі де өте дәмді болады, балаларға ұнайды. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің арнамның дамуына үлес қосып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.